сізге қарай ма, әлде сізден кері бұрылып жатыр ма? Оны ешкім дөп басып айта алмайды. Ол голландиялық шебер Йоханнес Вермеердің солтүстіктің Мона Лизасы аталып кеткен інжу сырғалы қыз картинасының жұмбақ кейіпкері. Трони деп аталатын мінсізделген кейде тым бейнелі голландиялық стиліне жататын інжу сырғалы қыз Вермеер жұмыстарына тән тартымдылық пен нәзіктікке ие. Бірақ бұл картина Вермеердің көптеген картиналарындағы біз алыстан байқайтын тыныш әрі баяндау көріністерінен ерекшеленеді. Хат оқып отырған қыз, пианино сабағы, жұмыс үстеліндегі портретші. Бұл картиналар қашықтықты сақтай отырып бізге жақындық сезімін береді. Суреттегі перде осыған айрықша назар аудартады. Біз сауыншының жайбарақат бір тостаған сүт құйып жатқанына куә боламыз. Бірақ бұл сүт біз үшін емес, біз тек көрерменбіз. Вермеердің картиналарындағы зерттелген композиция теңгерімді үйлесімділікке шақырады. Көптеген жұмыстарындағы шаршы еденімен өзінің перспективалық және ракурстық қабілетін көрсетеді. Бұл қашықтап бара жатқан объектінің елесін беру үшін бұрмалауды қолданатын әдіс. Жолу сызықтары, айналар және жарық көздері сияқты басқа элементтер сол сәтті кеңістік пен позиция арқылы сипаттайды. Ашық терезе алдында хат оқып отырған әйел, терезе оның бейнесін көрерменге қайтара алатындай етіп дәл орналастырылған. Вермеер композиция үшін тіпті мольберттің аяғын жасыратын. Дәл осы элементтердің болмауы інжу сырғалы қызды өмірге әкелді. Вермеердің жарық пен көлеңкені өңдеуі, яғни кераскурасы, оның үш өлшемділігін одан әрі көрсету үшін қараңғы тегіс фонды пайдаланады. Ол театрландырылған баяндау сахнасындағы қойылым сияқты болудың орнына психологиялық бейнеге айналады. Оның көзқарасы мен сәл ашық еріндері бірдеңе айтқысы келгенде бізді өзіне тартады. Портреттің дәстүрлі субъектілері көбінесе ақсүйектер немесе діни қайраткерлер болды. Сонда неліктен Вермеер белгісіз қызды суреттеді? 17 ғасырда Делфт қаласы жалпы Нидерланд сияқты билеуші ақсүйектер мен католиктік шіркеуге қарсы шыққан болатын. 80 жыл бойы испандық билікке қарсы көтерілістерден кейін голландиялықтар өзін өзі басқару және саяси республика идеясын қолдады. Делфт сияқты қалалар патшалар мен епископтардың бақылауынсыз болды. Сондықтан Вермеер сияқты көптеген суретшілер дәстүрлі демеушілерсіз қалды. Абырой болғанда голландиялық шығыс Үндістан компаниясы жетекшілік еткен бизнес-инновация Нидерландыдағы экономикалық ландшафтты өзгертті. Ол көпестер класын және демеушілердің жаңа түрін құрды. Өздері қаржыландырған картиналарда бейнелеуді қалаған саудагерлер таныс заттармен қоршалған өз үйлеріне ұқсайтын кеңістіктерде бейнеленген орта таптың өкілдеріне бет бұрды. Мысалы, Вермеердің картиналарында карталарды Голландияның алтын ғасыры деп аталатын көпестер класы сәнді және әлемдік деп саналды. Інжу сырғалы қыз киген шығыс тақиясы да саудагер тобының дүние қоңыздығын айшықтап тұрса, байлықтың нышаны саналатын інжу маржанның өзі шын мәнінде асыра сілтеу элементі. Вермеер мұндай өлшемдегі нағыз інжуді иелене алмайтын еді. Бұл інжуге ұқсайтын лакпен боялған шыны немесе қалайы тамшысы болса керек. Бұл байлықтың сағымы картинаның өзінде бейнеленген. Үлкен контекстте інжу дөңгелек және ауыр болып көрінеді, бірақ егжей-тегжейлі көрініс оның жай ғана өзгермелі бояудақтар екенін көрсетеді. Мұқият қараған кезде Вермеердің иллюзия жасаушы ретіндегі күшін ескере түсеміз. Біз інжу сырғалы қыздың шынайы тұлғасын ешқашан білмесек те, оның бейнесі ұмытылмас естелік. Оның Гаагадағы Мауриц Хьойс мұражайындағы ілулі тұрған бейнесі жүректен кіріп бойды алардай нәзік. Ол өзіне тән жұмбақ тәсілмен экономикаға, саясатқа және махаббатқа деген заманауи көзқарасты бейнелейді.